Бірінші есепте теңдік дұрыс болу үшін бөлшектің негізгі қасиетін қолдану керек бізде, және x-тің мәнін табу керекпіз. Бірінші есептің асын қарайық. Бізде бөлімдері белгілі, алымы белгісіз болып тұр, иә. Енді қарайық, мына бірінші бөлшек екінші бөлшекке қалай өзгерді бөлімін қараймыз. Белгілі бізде 5 25 болу үшін, яғни 5-ке көбейтілген. Мына жерде де біз дәл сол қасиетті қолданамыз, яғни 4-ті 5-ке көбейтсек, бізде x шығу керек екен. Яғни біз x-ті табу үшін 4-ті бірінші 5-ке көбейтіп алуымыз керек. Сонда x дегеніміз 20 болып тұр. Енді былай жазатын болсақ, теңдігімізді қайтадан 5-тен 4 дегеніміз 25-тен 20-ға тең болып тұр. Келесі В пунктін қарайтын болсақ, бізде белгілі алымдары белгілі 12 3 болып кетті, яғни біз 12-ні 4-ке бөлген екенбіз. Енді бөлімдері бізде белгісіз, осы x-ті табу үшін x-ті 4-ке бөлгенде 7 шығу керек қой. Сонда x деп тұрғанымыз санды қазір табамыз. x-ті 4-ке бөлсек 7 шығу керек. Ал x-ті табу үшін сендерге белгілі теңдеуді сияқты табамыз. 7-ні 4-ке көбейтіп жібереміз. Бұл жерде x дегеніміз сонда 28 екен. Енді орнына қойып жазатын болсақ, 28-ден 12 ол тең болып тұр 7-ден 3-ке. Екінің асы. Дұрыс бөлшектің алымы әр уақытта бөлімнен кіші дейді. Бұл тұжырым дұрыс. Екінші Б-ны қарайтын болсақ, дұрыс бөлшектің бөлімі әр уақытта алымынан кіші дейді. Бұл дұрыс тұжырым емес, дұрыс емес. Келесі С. Егер бөлшектің алымы бөліміне тең болса, онда бұл бөлшек бұрыс болады. Бұл тұжырым дұрыс. Яғни егер бөлшектің алымы бөліміне тең және одан үлкен болатын болса, олар бұрыс бөлшектер болады. Келесі Д. Бұрыс бөлшектің алымы әр уақытта бөлімінен артық дейді. Дұрыс. Осы тұжырымда дұрыс. Яғни сонда жауабы дұрыс жауаптары А, С, Д болады екен. Келесі үшінші есепте мына бөлшектерден дұрыс бөлшектерді теріп жазуымыз керек. Енді 7-тен 2 деген ол дұрыс бөлшекке жатады, жазамыз. 8-ден 13 деп тұрғанымыз ол бұрыс болады, себебі алымы бөлімнен үлкен болып тұр. 11-ден 6 ол дұрысқа жатады, себебі алымы кіші бөлімнен. 7-ден 15 ол бұрысқа жатады, себебі алымы бөлімінен үлкен. 11-ден 19-да бұрыс бөлшекке жатады. 27-ден 19 ол дұрыс бөлшекке жатады. Келесі төртінші есепте бұрыс бөлшектерді араластандыра және араластандырды бұрыс бөлшектерге айналдыру керек. Мына 7-тен 15 деген бөлшекті біз араластан түрінде жазу керекпіз. Ол үшін 15-ті біз 7-ге бөлеміз. 2 бүтіннен келеді, 7 деген бөлімі қалады және бір қалдықты жазып қоямыз. Келесі тағы бұрыс бөлшегіміз, ол бізде 13-тен 24. 24-ті 13-ке бөлсек 1 бүтіннен келеді, 13 және қалдығы 11 алымына жазып қоямыз. Әрі қарай аралассан түрінде берілген, ол 1 бүтін 21-ден 3, оны керісінше бұрыс бөлшек түрінде жазу үшін, мына 21-ді 1-ге көбейтіп, және оған 3-ті қосамыз. Сонда бөлімдегі 21 өзгермей қалады, 21-ді 1-ге өтсек 21, оған 3-ті қоссақ 24. Келесі екінші аралассанымыз, ол 7 бүтін 13-тен 9. Бұнда да дәл осы амалдар қайталанады. 13-ті 7-ге көбейтіп, оған 9-ды қосамыз. 13-ті 7-ге көбейтсек 91, және оған 9-ды қосатын болсақ 100 болады екен. Сонда 13-тен 100 деген бұрыс бөлшегіміз пайда болады.